Сәлеметсіңдер ме балалар? Біз сіздермен қазір қазақ тілі сабағын бастаймыз. Сабағымыздың тақырыбы дара және күрделі етістік. 26-30 жаттығу. Мақсатымыз тірек сөздерді қатыстыра отырып, берілген тақырып бойынша әңгіме құрау. Дерек көздерден мәліметті табу жолын анықтап, берілген тақырып сұрақ бойынша мәліметті іріктеп алу. Жіберілген пунктуациялық, орфографиялық қателерді мұғалімнің көмегімен түзету. Дара және күрделі етістікті анықтау. Ал қане, сабағымызды бастамастан бұрын кім шапшаң ойланады екен? Етістік дегенде ойымызға не келеді балалар? Ойланайық. Сұрақтары қандай? Қандай түрлері бар? Иә, ойланып болсақ, назар аударайық. Етістік. Не істеді? Не қылды? Қайтты деген сұрақтарға жауап береді, іс-қимылды, әрекетті білдіреді. Оның дара және күрделі түрлері болады. Дара етістік бір сөзден құралады, күрделі етістік екі немесе одан да көп сөзден құралады. Енді 110-шы сабаққа назар аударайық. Өлең берілген. Жақан Смақовтың өлеңі. Мұқият тыңдаңдар. Таспен атып торғайды, ұя бұзған оңбайды. Құс өкпелеп кетеді, бақшамызға қонбайды. Тағы бір рет оқимын. Таспен атып торғайды, ұя бұзған оңбайды. Құс өкпелеп кетеді, бақшамызға қонбайды. Өлеңнен етістіктерді табайық. Бірінші жолда. Атып. Қандай етістік? Дұрыс, дара етістік. Ұя бұзған оңбайды. Екінші жолда. Бұзған оңбайды. Бұл қандай етістік балалар? Дұрыс, күрделі етістік. Екі сөзден құралғандықтан күрделі етістікке жатады. Құс өкпелеп кетеді. Үшінші жолда. Не істейді? Өкпелеп кетеді. Яғни бұл да күрделі етістікке жатады. Бақшамызға қонбайды. Дара етістік қонбайды. Өлең мазмұны бойынша сұрақ қой дейді. Яғни біз сұрақтар қойып, етістіктерді таптық. Өлеңде екі дара етістік, екі күрделі етістік бар екен. Бірінші жолда атып, екінші жолда бұзған оңбайды, үшінші жолда өкпелеп кетеді, төртінші жолда қонбайды. Түсіндік пе балалар? Бұл тапсырмада жаңылтпаш берілген. Үміт түбіт түтті, түбітті түттіп бітті. Бұл жерде айтылу бойынша жазылған. Етістіктерді тауып, дара және күрделі екенін ажырат дейді. Мәтінге суретке назар аударайық. Суретте құстың, тоқылдақтың суреті берілген. Құстардың тұмсығы дән шоқу, жаңғақ шағу, жемістерді жұлу үшін қажет. Кейбір құстар тұмсықтарын ұя салатын немесе тесік оятын құрал ретінде пайдаланады. Тағы бір рет оқимын. Құстардың тұмсығы дән шоқу, жаңғақ шағу, жемістерді жұлу үшін қажет. Кейбір құстар тұмсықтарын ұя салатын немесе тесік оятын құрал ретінде пайдаланады дейді. Қарай қойыңдар, суретке назар аударыңыздаршы. Тоқылдақ ағашты тоқылдатып тұмсығымен тесіп жатыр. Ал оның ар жағында не бар екен? Не үшін олай жасап жатыр? Тоқылдаққа тұмсық не үшін керек? Қарлығаштың құйрығы неге айыр сұрақтарына дерек көздерден жауап іздейміз. Яғни дерек көздерге интернет желісі жатады. Осы сұрақтарды интернет желісіне жазсаңыздар, жауапты табуға мүмкіндіктеріңіз бар. Ал енді келесі тапсырмаға назар аударайық. Не істеді, қайтеді сұрақтарына сөздерді топтастыру. Енді
қорытынды есебінде тест сұрақтарына назар аударайық. Бірінші сұрақ. Дара етістік қатарын тап. А. Оқып отыр. Ә. Секірді. Б. Ойнап жүр. Дара етістік қайсы екен, балалар? Секірді. Дұрыс. Себебі ол бір сөзден құралып тұр. Екінші сұрақ. Күрделі етістікті тап. А. Тапсырды. Ә. Айналды. Б. Оқып жүр. Күрделі етістік қайсы екен? Қай жауап сәйкес келеді екен, балалар? Дұрыс. Б. Жауабы сәйкес келеді. Себебі не істеді? Оқып жүр. Екі сөзден құралғандықтан ол күрделі етістікке жатады.